Шымбай районы Кеңес ауыл бұқаралар жиыны Жүзімлі көшесінің алдындамыз. Осы жайда бұндан 2 жыл алдын захарлы газден зиянлану нәтижесінде бір шаңырақтың 5 ағзасы бұл дүнияны тәрк етті. 5 адам кетті ол бір үйде. Жаман тәсір етті ал. Бір шаңырақ жоқ болды, қарап тұрсаң. Мың пұшайманлар болсын. Бұл шаңырақта да бақытсыз хадисе жүз бергеннен кейін қазанхана сыртқа қарап көшірілді. Егер қауіпсіздік қағидаларына әмел етілгенде, бәлкім бір шаңырақтан 5 инсанның беймезгіл дүниядан кетуінің алды алынған болар еді. Жүрегімізді ауыртатын және бір тәрепі, сол 5 бұқараның екеуі жас өспірімдер. Бірі 15 жаста, бірі 12 жаста еді. Кеуілсіз уақиға жүз берген уақытта қазанхана тұрақ жайдың ішінде жайласқан. Әмде морының тығылып қалуы нәтижесінде табиғи газ шала жанып, үйдің ішіне захарлы газ толған. Қазанхананың тұрақ жай сыртында жайласуы қауіпсіздік қағидаларына тура келеді. Себебі табиғи газдың сызып шығуы, ямаса захарлы газ пайда болған уақытында бұл зиянлы газдар үйдің ішіне ұрмайды, тұрақ жайда жасалған бұқараларды зиянламайды. Құрметті бұқаралар, қауіпсіздік қағидаларына әлбетте әмел етің. Қазанханаларыңызды үй ішінде жайласқан болса, әлбетте сыртқа шығарың. Бұл сөздің бірінші нәубетте қауіпсіздігіңіз үшін керек.